Сіздің көзқарасыңызда адал азамат деген кім? Адал адам, адал азамат, адал табыс, адал еңбек деген. Адалдықты мемлекеттік қызметкер лауазым иелерінен іздегіміз келеді да. Отан деген енді отбасынан басталады ғой. Баланың тәрбиесіне ата-ана жауапты деген. 30 баптың 3 тармағында жазған. Орын беретінбіз. Біз ұялатынбыз. Қалай сен түрігіп тұрасың ана жерде, қалағанда бір әжемі, бір атама, бір түрігіп тұрса. Халыққа ақпарат ретінде айтайын, депутаттар айлық алмайды ғой. Президентіміздің тапсырмасымен көп өте қалағанда керемет жобалар іске асып жатыр. Армысыздар, құрметті Павлодар облысының тұрғындары. Армысыз Серік мырза, эфирімізге қош келдіңіз. Саламатсыз. Қош келіп көрдік. Біздің жалпы подкасттың тақырыбы адал азамат Павлодар. Патриоттық сананы қалыптастырудағы Павлодар өңірінің танымал тұлғаларының көзімен. Енді сіз танымал тұлғалардың бірісіз. Сіздің тәжірибеңізге тоқталсақ, ұлттық құрылтайдың бірнеше шақырылым дей ма, қалай айтатын еді? Ұлттық құрылтайдың кеңестері бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші ұлттық құрылтайдың мүшесі ретінде қатысып. Мүшесі болдыңыз. Мүшесі болдым. Тарихи бізде құрылтай соңғысы Қызылордамен бітті. Сонымен сіз сол жұмысты белсенді қатысқан мүшелердің бірі болды деп біз білеміз. Сонымен қатар қазіргі таңда Павлодар облыстық мәслихатының 2 шақырымның депутатысыз. Қайырлы кеш, құрметті. Енді осы Марала мырза, мен өзім Павлодар облысының тумасы боламын. Есім Серік Садуакасов. Жаңағы ұлттық құрылтайдың 1-ші, 3-ші, 4-ші енді сол кезде 4-ші құрылтай болған кезде мүшесі ретінде болдым. Сосын 5-ші құрылтайда, осы биыл болған сын өрінде, соларда қатысушы ретінде қатыстым. Осы құрылтайға. Таныстыру үшін айтайын, осы қызметіңіз үшін сіз президенттің өз қолынан алдыңыз, құрмет медалін. Дәл солай. Осы сыр өңірінде биыл өткен 5-ші құрылтайда мемлекет басшысының қолынан осы құрмет орденін алған болатын. Енді құрмет орденін мемлекет басшысының алу, ол үлкен маған абырой, үлкен жауапкершілік. Өйткені ол жаңағы орденнің өзі атауы өзі айтып тұр ғой. Құрмет, құрметті азаматтарға береді. Серік мырза, біздің жалпы тақырып жаңа айттық қой, өзегі патриоттық тақырып. Қазақша отансүйгіштік дейді. Жалпы тақырып былай айтсаң қолжетімді, барлығына түсінікті. Біз енді бір заңды немесе бюджетті қарап отқан жоқпыз. Бұл кең тақырып. Бірақ дегенмен жауапкершілігі зор. Адал азамат деген қазір концепция қабылданды. Мемлекет өз деңгейінде көп ақпарат нәрсені жүргізіп жатыр. Осы адал азаматты қалыптастыру бағытында көптеген игі шаралар жасалып жатыр. Бірақ осы тақырыбымыздың ашып алсақ бірінші, сіздің көзқарасыңызда адал азамат деген кім? Ол қалай болу керек? Енді ол адал азамат, адал қоғам, енді адалдық деген бірінші, адалдық деген терең жатыр ғой, терең мағынасы. Адал бірінші адам өзі ата-анаңа адал болуың керек. Өзі отбасыңа, балаларыңа, жаңағы жолдастарыңа, жалпы мемлекетіңе адал болуың керек. Мемлекетіңді, тілді құрметтеп, мемлекеттің мүддесін жоғары ұстау, өзіңнің мүддеңді төмен ұстауың керек. Мемлекеттің ең бірінші бағытта мемлекеттің мүддесі биік тұру керек. Енді адал азамат деп мемлекет басшысы құрылтайда айтқан болатын. Ол енді концепция адалдық деген адал адам, адал азамат, адал
табыс, адал еңбек деген. Енді былай қарағанда азамат өзі еңбегімен, адал еңбегімен адал табыс тауып, осы отбасын жаңағы өмірлік ұстанымы адал болса, енді былай қарағанда барлық салада адалдық болу керек. Адалдық енді адалдықтың несі береке ғой былай қарағанда. Сондықтан біздің осы өңірде енді ондай тұлғалар көп. Павлодар өлкесінде. Иә, Павлодар өлкесінде. Сондықтан былай қарағанда біздің Павлодар облысынан қаншама өзіңіз білесіз, Баянауыл өңірінен Қаныш атамыз сияқты тұлғалар. Иә. Көптеген азаматтар шықты ғой, бірақ қараңыз, жаңа адал азамат демекші, енді біз сізді енді екі жүйені көрдіңіз ғой, совет үкіметінде көріп қалдыңыз, қазіргіде енді нарық заманда өмір сүріп отырмыз ғой. Енді ол жүйеде сәл басқашала болды, иә, мен ойымша ойлаймын, советский адам деген бір портретті қалыптастыра бастады ғой жерде. Қазіргі енді нарық жағдайында меніңше адам санасы өзгерді. Бізде кейде мынандай түсінік бар, көбінесе біз адалдықты мемлекеттік қызметкер лауазым иелерінен іздегіміз келеді да, азаматтар, иә, солар адал болсын дейді. Бірақ жаңа сіз айтқаныңыз, жалпы ол қоғамға талап қоятқан кезде концепция жазылмайды, тек қана мемлекеттік қызметкер адал. Бүкіл қоғамның мүшесі адал болу керек, иә. Енді мынадай бар, отан отбасыдан басталады дейді. Сіз қазір әкесіз, отан сүйгіштікті дәріптеуде өзіңіз бір кейсіңіз айта аласыз ба? Қазір енді әр ата-ана айтады, енді тәрбие береді ғой, ешкім қарға баласын аппағым дейді деген сияқты, жаман нәрсе айтпайсыз ғой балаңызға. Бірақ енді сіз қалай дәріптей аласыз, дәріптеп жатсыз балаңызға отан сүйгіштікті? Отан деген енді отбасынан басталады ғой. Өзің отбасың, бала-шаға, жаңағы ата-анаңнан, бала-шағаңнан деген, осы ең бастысы өзіңнен баста дейді ғой. Бірінші өзіңнен баста, өзі отбасында бәрі дұрыс болатын болса, жаңағы адалдық деген, патриотизм деген, оны енді бағыранда бала кезімізден шығар. Өйткені жаңағы жұмыс істеп, еңбекпен адал табыс тауып, солай ғой негізі. Біздің осы өңірде, болғанда бізде Павлодар қаласы болсын, Екібастұз, Ақсу бар, аудандар бар, өте адал азаматтар көп. Әр салада, енді болғанда. Оларды мен бөлек сұрайын. Тұлғаларға, қазір отбасы, жаңа отан отбасынан басталады. Сізде қазір қанша балаңыз бар? Менің екі қызым бар, Алла берген. 2005 жылғы туған, 2007 жылы туған. Олар бойжетті, Алла шүкір, енді қазір оқуда. Тиісті тәрбие бердіңіз ғой? Иә, олар тәрбие бәрін беруге тырыстық. Иә. Олар жасайтыныз тырыстық. Иә. Енді әлі де беріп жатсыз ғой, енді өз үлгіңізде. Енді қараңыз, бізде қазір жаңа конституция қабылданды ғой. Соған сәйкес 30-шы бапта мынадай түсінік енгізілген. Енді ол бұрында да болды, баланың тәрбиесіне ата-ана жауапты деген. 30-шы баптың 3-ші тармағында жазған. Енді кейде ойланып қалатын дүниелер бар. Тәрбие деген кен түсінікті. Мысалы, тәрбиесізге сәл енді өмірде көріп жатырмыз ғой, тәрбиесіз адамдар да болады, бірақ алайда олар енді өмірге бала әкеледі ғой, кейде әттегенай болып қалып жатады сол ата-ана. Біз конституциямен беріп тұрмыз, бала ата-анаға жүктеп отырмыз, бірақ ата-ана кейде бере алмай қалуы мүмкін сол тәрбиені. Осы бір кейстер көп қой қоғамда, соған қалай қарайсыз енді? Енді былай қарағанда әр енді қазір жас ата-аналар бағанда қандай тәрбие береді өзі балаларына, егерде өздері дұрыс тәрбие көрмесе, қандай бағанда
енді қазір балабақшада болсын, балағанда әртүрлі жағдайлар болып жатады ғой өзі. Өмірінде өткен бір не айтайын. Ол кезде кіші қызым жаңағы балабақшаға барады. Сосын балабақшада жұбайым айтады, кіші қызды что-то обижают деп. Буллинг па? Жоқ, бір бала бар, тебет, таңертең кезде бір теуіп өтеді деп. Сосын қызымнан сұраймын: Алина, тебя кто-то обижает? Біреу тисе ме, ренжіте берсем, айтпайды. Сосын енді ана жұбайым айтқан ғой, ана балаға таңертең балабақшаға келген, неге өйтесің? Өйтуге болмайды, ол қыз ғой деп. Сосын мен ол кезде енді кәсіппен айналысып жүрген кез, сол кезде мен Көкшетау сол жақта болдым. Бір кезде кешке қарай әйелім мені қоңырау шалды, полициядан: сізге арыз түсті, сіздің үстіңізден уголовное дело возбуждено деп. Сіз жаңағы біреудің баласына ұрсыпсыз деп. Сосын енді жаңа полицияға барады ғой. Сосын енді бәрін айтады, қалай болғанын. Сосын ол жерде мәселе неде? Мәселе бірінші жаңағы балабақшада істейтін, жаңағы сол кезде істеген енді воспитатель дейді ғой. Ол воспитатель жаңағы баланың шешесімен ауылдас па, бір таныс па, сондай екен. Ана балаға замечание жасамайды екен. Енді ол сол постоянно сөйтіп нетеді екен. Еркіндік. Жаңағы істеген, ойына келген істеп. Ол жерде балабақшаны жаңағы воспитатель ескерту жасау керек, ол істеуге болмайды деген сияқты. Енді соның жұмысы ғой. Шектеу жүйесі сол кісінің жұмысы. Ол оны жасамаған. Сосын жаңа оны белгілі болды, жаңа полицияда жаңағы енді тергеу болды ғой. Сол кезде ғана білдік. Оказывается, сол жаңағы адамның, жаңағы ана баланың анасы біреудің ерке баласы, андай мындай деп неткен. Енді барғанда барлық адамдар өз балаларын еркелетеді. Ондай жаңағыдай қоғамдық жерде ондай жаңағы яғни сіздің шектеуіңізді как не сияқты көрді ғой, қабылдады, жаңағы қылмыстық неде, как оскорбление деген сияқты. Иә. Сосын жаңағы примирение жасап, жаңағы полицияда жаңағы сөйтіп сондай болған кезінде. Сіз жақсы мысал келтірдіңіз. Қараңыз, мен жай қозған жоқпын, өйткені отбасыдан қалыптасқан жалпы адамның болмысы ол ертең қоғамдық көрініс беріледі. Кейде біз әттегені осы мемлекеттік қызметте жүрген азаматтар көбінесе тәрбиеге көңіл бөле алмай қалады ғой. Қызметте жүріп деген сияқты. Сөйтіп бала кейде шектеу болмағандықтан еркінсіп кетеді. Бізде қазіргі жүйеде шектеу жүйесі қатты қолға алып отыр. Ол мысалы көптеген айыппұлдарды енгізіп жатырмыз ғой. Кейде қоғам енді ренжіп жатады, бірақ олсыз болмайды. Енді қараңыз, сізде әке шеше тәрбиеледі, сізді қазір біреу тәрбиелейсіз. Мен түсінігімде біздің қоғамда, біздің кезде әке шешелер шектеуді көп айтады деген. Оның шектеуде не тұрады? Жаңа қазақтың ұят болмасы болады, анау болмайды деген сияқты. Бірақ оның астарында сені жамандықтан алдын алу болады. Енді өзіңіз еске түсіріңізші, сіздің мынау азамат болып қалыптасуыңыз, енді қазір сіздің атқарған жұмысыңызға бөлек келеміз, бірақ сіз ел үшін еңбектеп келесіз, сіз қалыптастыңыз, тұлға ретінде, азалы азамат ретінде. Бірақ соны қалыптасу үшін сізге ата-аналардың септігі болды ма? Оларда шектеу жүйесі болды ма? Сосын сіз шектеу жүйесін қойып жүрсіз ба балаларға? Енді біздің бала кезімізде, ол кезде кеңес заман болды ғой. Сол 80 жылдар енді ол жерде бағаланда өз енді коммунизм болды. Менің әкем марқұм коммунист болды. Бағаланда ол кезде енді ұят болады. Жаңағы қазіргі қоғамда болып жатқан нәрселер
ол кезде ондай түсіңе де кірмеші сондай болады дегендей. Ондай мүмкін емес сондай жағдайлар өкінішке орай енді болып жатыр ғой. Қалыпты жағдай болып баратыр. Қалыпты жағдай болып баратыр, иә. Сондықтан біз оны көрдік. Енді былай қарағанда құрмет деген бар, үлкендерді сыйлау деген бар. Жаңағы автобустың маршрут дейді ғой. Көлікпен келе жатқан кезде бұрын орын беретінбіз. Біз ұялатынбыз. Қалай сен түрегеп тұрасың ана жерде, былай қарағанда бір әже ма, бір ата ма, бір түрегеп тұрса. Ондай ол кезде болмайтын. Ондай болмау керек. Ондай енді қарағанда мектептерде енді ол кезде жаңағы ұстаздар бізді бірдеме қылып кеміту үшін былайғанда енді жаңа указкамен салып та жіберетін. Онда тұрған ештеңе жоқ. Біз ренжімейтінбіз. Онда ол кезде біз қалыпты нәрсе сыйлайтынбыз. Өте бізде өте үлкен сол кезде қоғамда сыйластық өте көп болды. Біріншіден жаңағы мектепке барған кезде жаңағы ата-аналар жаңа несіне собраниясына шақырса, ата-анаңды, это былайғанда біз өте қорқатынбыз. Қорыққанда енді былайғанда как сотқа баратқан сияқты. Иә, сондай күнә жасаған сияқты ондай болатын. Ондай болмау үшін дұрыс енді бала болсақ та, бірақ сондай болмауға тырысатынбыз. Қазір енді басқаша ғой. Бұрын жаңағы енді сенбіліктер болып жүрді, бәріне еңбекке баулу, жаңағы мектептің болғанда мектептің емес, жалпы енді ауылда тұрдық қой, ауылда барлық ауылды тазалайтынбыз. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ол жаңағы еңбек арқылы тәрбие аласың. Енді құндылық қарашы өзгерген. Мысалы бұрын ата-ана егер ескерту болса балаға ұрсады деген. Қазір ата-ана барып мұғалімге ұрсады дейді. Сондай қалыптасып келе жатыр дейді. Енді өкінішке орай енді қазір солай, өйткені бізде қазір қоғамда осы мемлекетімізде ұстаздарға, мұғалім деген, дәрігерлерге деген құрмет кішкене басқа мемлекеттермен салыстырғанда кішкене сол кішкене түсіп бара жатыр. Өйткені оны сезесің басқа мемлекеттерге барған кезде, сол кезде көресің. Жаңағы дәрігерлерге қандай құрмет. Бізде былай қарағанда дәрігерлерге біз қоғамда, қазір қоғамда жаңағы дәрігерлер күні мерекесі бар. Сол күні құттықтайсың. Сосын былай қарағанда қыркүйекте. Иә, сосын допустим қазір гүлді беруге болмайды мұғалімдерге. Енді былай қарағанда екі рет еске түседі, сосын сол кезде ғана құрметтеп енді құрметтеп атады. Совет үкіметінде бұлар құрметті не болды ғой, маман иелер болды ғой негізі, ұстаз деген. Иә, басқа мемлекетте мен жиі Турцияда болып жүрмін. Ол жерде жаңағы дәрігерлерге деген құрмет өте жоғары. Жаңағы сен дәрігер болсаң, саған әртүрлі жерден былайғанда сыйлап, төрді беріп жата ма? Төрді беріп, жаңағы өте сондай құрметтеп атады. Ол көрініп тұрады. Жаңағы ана кісі сондай маман екен, мұғалім болсын, дәрігер болсын, сондай жаңағы құрметі зор енді. Бізде байқайсыз, кейде тойларда бізде өкінішке орай енді кейде ол төрге басқа кісілер шығарып жатады ғой. Енді өкінішке орай сол енді соның бәрін кішкене қайта жөнге келтірміз керек. Келеді Алла қаласа. Серік мырза, сіз ұлттық құрылтайда болдыңыз, бұл енді республикалық деңгей. Сонымен қатар Павлодарда енді депутат болып жүрсіз. Енді бізде халықтың арасында депутаттар көбінесе мемлекеттік шенеунік ретінде қабылдайды. Жалпы бұл қоғамдық жұмыс қой, айналып келген кезде. Халыққа ақпарат ретінде айтайын, депутаттар айлық алмайды ғой мәслихаттан. Яғни, дұрыс айтасыз, былайғанда осы қалалық болсын, аудандық болсын, облыстық мәслихат депутаттары ол қоғамдық жұмыс, ол жерде ешқандай айлық деген төленбейді. Ол жерде
әр адам өзі қоғамдық былайында волонтерство ғой, волонтерство. Енді осы 1-2 жылдан бастап қана бізде облыстық мәслихатта екі депутатқа ғана былайында ол аппарат бөлек, сосын 2 депутатқа тұрақты комиссияның төрағаларына тұрақты еңбек төлейді, бірақ олар жаңағы таңертең барып кешке жұмыс істейді, жаңағы госслужащийлар сияқты жұмысқа барып сөйтеді. Сіздер тек сессия кезінде барасыздар? Сессия кезінде барамыз, сосын жаңағы тұрақты комиссияның отырысы кезде барамыз, сосын енді жалпы қабылдаулар өткізіп тұрамыз. Осы азаматтарды қабылдау депутаттың уақыттары бар. Сол кезде шағымданған азаматтарды қабылдаймыз. Менімен кейбір азаматтар келіспеуі мүмкін, бірақ мен үшін адал азамат портретін суреттеген кезде мен ойлаймын, депутаттар болсын, қоғамдық жұмыста жүрген, ұлттық құрылтайда болған азаматтардың барлығы мен үшін патриоттар. Өйткені олар алтын уақытын бөліп, ақысыз сол жерде жүреді, артында елдің мүддесі жатыр. Енді сізге келсек, сіз Павлодардан өкіл ретінде құрылтайда болдыңыз. Яғни міндетіңіз Павлодардың мүддесін қорғау жерде жеткізу көп. Есіңізге түсіріңізші, жалпы не көтердіңіз, қалай болды? Жалпы ұлттық құрылтай деген не, қалай болды? Және сіздің осы Павлодар өңірі үшін атқарған жұмысыңыз? Енді ұлттық құрылтай деген ол орысша айтқанда консультативно-совещательный орган ғой. Болды. Ол жерде енді мемлекетімізге керек сондай күрделі пайымды пікір айтып, ұсыныс енгізу ретінде сондай институт болды. Бұларында біраз мәселелер көтеріліп, бізде құрылтайда жаңағы отырыстарында панельный, 1-2 күн панельный сессиялар болады. Әртүрлі соққай панельный сессияға соның мүшесі боласың, сол кезде пікір талас. Ол жерде ұсыныс қалай біздің мемлекетке дауласулар болды ма? Бола ма? Дауласу болғанда болды. Бұл дауласу емес, енді ол айтса енді дискуссия дейді. Дискуссия сондай қызу сондай талқылаулар болды. Енді ол жерде жалпы нағыз жаңа мемлекетке жақсылық келетін халыққа бұланда тиімді сондай пікірлер айтылып, шешімдер қабылданды. Ол кезде енді сол ұлттық құрылтай өткен, әр ұлттық құрылтайдың өткеннен кейін жаңағы қаншама заңдар қабылданды мемлекет басшысының тапсырмасымен. Енді осы ұлттық құрылтайдың аясында үлкен жобалы мемлекетімізге керек заңдар қабылданғанын білесіз. Өте сондай енді жаңағы көп бұларында мемлекетімізге керек, халқымызға керек сондай ұсыныстар өте көп болды. Өз тарапыңыздан? Өз тарапымнан мен анау бізде бұларында қалалар болсын, енді адамдар тұрады ғой, енді жеке үй болсын, пәтер болсын, сол жерде тарифін, коммуналдық тарифті қосымша салықтан босату, қызмет көрсететін мекемелерді босату. Өйткені оларды босатылса, сол кезде жаңағы 12%, ол кезде енді 12% болды ғой, НДС жаңағы қосымша салық. Сол кезде жаңағы тариф төмендереді 12%-ға. Өйткені абонент жаңағы конечный потребитель дейді ғой, төлейтін тұрғындар. Сондықтан соны жаңағы босатса, жаңа мекемелерді, мен өз солай ойлағам. Сол кезде жаңа тариф кішкене төмендереді. Сол ойды жеткіздіңіз? Сол ойды жеткіздім. Былай қарағанда ол жерде
Серік Мақаш біздің панельный сессияда болды. Министр, иә. Ол кезде министр. Сосын ол кісі қасында болған қаржы министріне қаржы министрі жауап берді ол жерде. Нақты менің неге ұсынысыма ол кісі бүйтіп жауап берді. Қазір біз көп былай айтқанда жеңілдетілген льготаларды бәрін азайтып жатырмыз деп. Сондықтан тағы да қазір бір жеңілдік жасау әзірге мүмкіншілігі жоқ деп айтты. Ол кісіге рахмет. Енді мүмкін болашақта сіздің ойыңыз бір нәтиже болса, өйткені шын айту керек, қазіргі таңда халықтың қалтасына батып жатыр негізі коммуналдық төлемдер. Енді ол коммуналдық төлемдер деген былайғанда тариф обмен на инвестиции деген мемлекет басшысының несі бар. Жаңағы коммуналдық қызмет көрсететін мекеме сол салаға жаңағы инвестиция салу керек, тарту керек. Сол себепте инфраструктураны дамыту. Инфраструктура дамыту. Өйткені былай айтқанда өзіміз енді өңірде аралап ауылдарға барып, жаңағы аудандарға болған кезде әртүрлі шағымдар түсіп жатады ғой. Бағында халықпен кездескен кезде. Енді сол баяғы инфрақұрылым, жол сапасы, су, жаңағы енді әртүрлі. Енді былайғанда қалаларда бір неде жаңағы енді балалар ойнайтын алаңын салыңызшы деп сондай енді жергілікті атқарушы орынға ұсыныс түсіреді. Бұл жерде енді қазір мемлекетіміз жақсы сондай бағанда өте көп мемлекетіміз істеп жатқан жобалар. Бағанда біздің осы Павлодардың өзінде жаңағы ертіс өзені еді ғой. Сол кезде сол жерде енді қандай керемет мұз салынып жатыр. Көпір. Жаңадан Павлодар қаласын барған кезде сол жаңадан мемлекетімізде президентіміздің тапсырмасымен көп өте былайғанда керемет жобалар іске асып жатыр. Болашақта болатын жобалар өте керемет. Былайғанда кезінде бабамыз Машкүрсіп Көпеев атамыз айтқандай заман келеді, боз торған қой үстіне боз торған жұмыртқалаған уақыт келеді деп соны айтқан. Сол қазір дәл осы кезең. Аяқ бастық па? Аяқ бастық. Өйткені былтыр 9 маусым күні 9 май күні бізде бір ақсақал 100-ге келді. Дәл сол күні сосын мен енді өмірімде 100 жас болған туған күнде болмаппын. Сол әдейілеп жаңа ақсақалдың туған күніне барып батасын алайын деп енді өзім бардым. Сол кезде ақсақалдың батасын алғам. Ол кезде атамыз сол кезде маған айтқан, қазір сол заман Машқұр атамыздың несі айтқан жаңағы қой үстіне боз торғай жұмыртқа деген заман қазір осы заман деп өмір сүріп жатырмыз. Осы заманда өмір сүріп жатырмыз. Енді былайғанда өте көп жобалар біздің былайғанда өңірде өте көп ең инвестициялар көп тартылған өңірлердің бірі деп айтсам мен. Өйткені бізде қаншама зауыттар салынып жатыр. Ашылды да бізде анау Екібастың жанында жаңағы ферросплавный зауыттар ашылды. Бір емес, екеуі ашылды биыл. Жаңадан ондай болмаған өте көп жобалар. Инвесторлардың былайғанда бұл қосымша жұмыс орындары. Ол былайғанда өте керемет, өйткені қосымша жұмыстар дұрыс айтасыз. Жұмыс орындары ашылады. Енді бізде
қазір мемлекетіміз бойынша кадр жетіспеуі бар, жетіспеуі. Кәсіби ма кадрлар? Енді кәсіби кадрлар жаңа әр салада бар. Сондықтан кішкене қазір көп мемлекетімізде университеттер, академиялар ашылып жатыр. Білім саласында өте сондай көп реформалар жүріп жатыр. Енді әр салада медицина саласы болсын, енді былай айтқанда Игі жұмыстар көп қой қазір мемлекетте. Енді қараңыз, Серік мырза, біз қазір ақырындап экономикаға өтіп келе жатырмыз да. Жалпы экономиканың күре тамыры бәрібір біз түрлі жаңағы завод бәрін айтып жатырмыз ғой. Бірақ соны іске асыратын ол азаматтар ғой қазіргі таңда. Бір мынандай ұстаным болады, бізде қазір адал азаматты қалыптастыруда жалпы патриоттық деген ол бізге керек нәрсе. Жаңа өзіңіз айттыңыз, бірінші кезекте ол мемлекетшілдігі жоғары тұру керек. Яғни өзінің жеке мүддесіне göre әрдайым мемлекеттік мәселелерді жоғары қою керек. Енді қараңыз, мемлекет бюджет бөледі, оны сіз жақсы білесіз, маслихат депутаты ретінде білесіз. Кейде сол бюджет немесе тиісті деңгейіне жетпей жатады, немесе басқа мақсатта қолданып кетуі мүмкін. Бұл тұрғыда біз әрдайым айтамыз, мемлекеттік қызметкерлердің адалдығын деп айтамыз. Енді сіз қанша жерден шенеунік болмасаңыз да, сіз мемлекетті басқаруда болыңыз, ол жаңағы біздің қайтадан оралыңыз маслихаттың депутаты ретінде. Қазір де маслихат депутаты ретінде жүрсіз. Өз есіңізге түсіріңізші, осы қала үшін, Екібастұз үшін, облыс үшін сіз қандай тұралып қалған мәселелер бар қалада, Павлодарда, және сіз өзіңіздің азамат ретінде не қостыңыз? Енді жалпы біз өзі Павлодар өңірінде қазір былай қарағанда салыстырғанда осыдан бір 5 жыл бұрын, 10 жыл бұрын адамдардың жаңағы кездесуге келген кезде талаптары басқа болатын. Қазір ауысты. Енді қарағанда адамдардың жағдайы жақсарып келе жатыр ғой. Сондықтан адамдардың да жаңағы талабы өзгерді. Осы мемлекет басшысының тапсырмасымен бюджет народного участия деген қалалық деңгейде осын енді қалаларда жаңағы халық өзі шешеді. Ол қандай бір былай айтқанда жаңағы ойын алаңы керек па, жол керек па деген сияқты қайсысы маңызды. Белсенді ма бұл жағдайда павлодарлықтар? Бізде өте белсенді. Бізде осы өңір басшысы Асайын Қуандықұлы жаңағы халықпен жаңағы кездесіп өте көп кездеседі. Сол кезде енді тікелей қандай мәселе бар, соның бәрін шешіліп жатыр. Сондықтан енді біздің өңірде енді 3 қаламыз бар, аудандар бар. Аудандарда біраз енді жобалар іске асып жатыр. Күрделі бұларында өмір болмаған жаңағы жобалар, инфрақұрылымдық болсын, әр жағынан. Сондықтан мектептер салынып жатыр. Жаңағы өзіңіз бізде осы транспорт саласының бұларында теміржол вокзалдары күрделі жаңағы неден өтті. Қазір неме айтқан кезде қалай айтады? Оның ішінде тұрған реновациядан өтіп жатыр. Павлодар вокзалы өтті, теміржолы. Былтыр Екібастұз теміржолы. Енді әр жаңағы станцияларда, вокзалдарды жөнге келтіріп жатыр. Маслихаттың депутаттары қалай қатысады осыған? Сіз өзіңіз қалай қатысыңыз осы процестерге? Енді біз жаңағы осы енді ол жерде мердігер жаңағы біздің осы өңірдегі үлкен ірі болғанда кәсіпорындар өзі қаржыларын бөліп жаңағы сол мекемелердің арқасында сондай жұмыстар жасалып жатыр. Ол жерде енді біз
депутат болғандықтан енді барамыз, көреміз, сапасын көреміз, істеліп жатқан бәрі былайғанда өте сапалы жасалып, енді бақылаудың арқасында бақылаудың арқасында енді көз тояды істелген жобаларды көру. Негізі депутаттардың функциясы ғой бақылау, иә? Енді бізде депутаттар енді бақылау ғой, сол бақылап дұрыс болғандай, сапалы сондай, енді жаңағы қай жерде кішкене дұрыс болмай жатса соны кішкене енді айтып дұрыс шешімге келіп жаңағы мердігерлермен нәтиже болған, бізге ең бастысы нәтиже. Енді сіздер бюджетті бөлдіртесіздер, бірақ одан кейін осымен тоқтап қалмай соңына дейін жаңағы нәтижелі болған бақылау жасайсыздар. Рахмет. Серік мырза, енді Павлодарлыққа келейікші. Мен Павлодар, жалпы Қазақстанның бүкіл өңірінде болған, білмеймін, енді мақтанбай қояйын. Екі адам болса соны бірі мен шығармын. Павлодар өңіріне мен жиі барып тұрамын. Кейде енді біз үлкен аумақпыз ғой Қазақстан. Анау шығыс мен батысын қосқан кезде біз бір Европаның 10 мемлекетін алып жатқан аумақ қой, территория. Сол кейде қараймын, шығыс пен батыстың кейде ділі келмей жатады. Енді жаман жағы емес, жақсы жақтары да бар да. Бірақ мен өзім түйгенім, павлодарлықтарда енді қоғамдық саяси жағынан қарайтын болсам, мен сарапшы ретінде бір Павлодарда үлкен келеңсіз оқиғалар болған естімей жатамыз. Бас көтерілулер болады, енді нақты аумақтарды айтпаймын, көбісі бас көтерілулер болып жатады, әртүрлі кикілжіңдер. Бірақ Павлодарда көбіміз байқамаймын осыны. Мүмкін мен де қателесетін шығармын. Сосын мен түйгенім сабырлыққа жақын сияқты Павлодардың тұрғындары, имандылыққа, қонақжайлықта өте үлкен. Осыған не түрткі болады деп ойлайсыз? Енді ол бастысы бізде осы өңірде адамдардың бір-біріне мәдениеті, бір-біріне жаңағы құрметі, бір-біріне енді қарым-қатынасы өте кішкене жақсы реттеліп келе жатыр. Жаңа өзіңіз айтқандай, анау басқа өңірлерде болып жатқан ондай жағдайлар Аллаға шүкір жоқ, ондай. Өйткені бізде жергілікті атқарушы орган тығыз байланыс жұмыс. Ол енді адамдардың жаңағы тұрмысына өздерінің соған болғанда қанағаттанғаны деп. Естейтін мемлекет несі тиімді жұмыс істеп жатыр. Иә. Сондықтан осы факторлар бар ма әсер етуші осы қалыптасуына? Бізде енді осы жеке ойыңыз ғой? Қоғамдық кеңестер бар. Біздің облыстық қоғамдық кеңесі бар. Қалаларда бар, аудандарда бар. Сол жаңағы сол қоғамдық кеңестің жұмыстары, мүшелерінің жұмыстары деп ойлаймын. Жаңағы депутаттардың жұмысы деп ойлаймын. Жалпы енді бұларында бізде мемлекетіміз бір мемлекет, біз осы тәуелсіз мемлекетіміз барына енді өзім өте қуанамын. Өйткені оны басқа елге барған, басқа мемлекеттерге барған кезде сезінесің. Өзінің мемлекетіңнің жаңағы құндылығын. Бұларында енді басқа мемлекеттер, басқа ұлттар бар ғой. Бұларында не отаны жоқ, не сондай бар енді. Бізде сол отанымызды бұларында жаңа айтқандай отанымыздың мемлекеттің мүддесін мемлекет басшысы айтқандай бекіте алсақ, өзіміз мүддеден сол кезде мемлекетіміз бұларында біз әр азамат, осы мемлекетіміздің азаматтары мемлекетіміздің дамуына оған жаңағы ол үшін үлкен үлес қосып жатыр. Өйткені қосу керек те. Өйткені біз оны қоспасақ кім нетеді, қосады.
Сондықтан біз оны сырттан келіп біреу жасап бермейді дейсіз сырттан осыны. келіп ешкім жасамайды. Жаңағы әр адам өзі саласында сондай мемлекетшіл болса, отаншыл болса, осы өзі тұрып атқан біздің былайғанда өзіміздің үйімізді, жаңағы көп қабатты пәтер болсын, жер үй болсын, енді сол үйдің ауласын өзі мемлекет ретінде былайғанда өзі отбасын бір мемлекет қой былайғанда. Мемлекетіміз жалпы барлық қалайса өзі сүйіп жаңағы таза Қазақстан деп мемлекет басшысының жаңағы заң мен тәртіп деген осы қағидалар жоғары қою керек дейсіз ғой, иә? Мемлекетшілдік, оның ішінде жаңағы қазіргі әділет, мемлекет, заң мен тәртіп деген сияқты. Дұрыс, енді түйіндесек қараңыз. Сіз қазіргі таңда бір деңгейде тұлға болып қалыптасыңыз. Үйдегі отбасыңыз өз кіші мемлекетіңіз бар. Әкесіз, мүмкін сәл қалса ата да болып қалуыңыз мүмкін. Өзіңіздің үлгіңізде балаларыңызды тәрбиелеп жатсыз. Қоғам үшін жұмыс істеп жүрсіз, әрекет етіп жүрсіз. Сонымен қатар білеміз, сіз меценатсыз. Яғни әртүрлі топтарға көмек бересіз. Яғни бір деңгейде сіз тұлға болып қалыптасыңыз. Осы тұлға болып қалыптасуыңызға бір азаматтар түрткі болды ма? Сіздің бір идеалыңыз бар ма? Осы Павлодардан шыққан бір тұлғалар сіздерге бар ма? Осы әсер еткен сіздің осындай қалыптасуыңызға? Енді әрине бірінші маған осы әкем марқұмның өзі жаңа 40 жасында ол кісі екі жаңағы класс білімімен ол кезде енді 41-ші жылы дүниеге келген, еңбекпен жаңағы қиын қыстау кезде өсті. Иә, қиын қыстау кезде біз былайғанда енді ауылда тұрдық қой. Таңертең ерте кетеді жұмысқа, сосын түнде келеді, не болса бір күннен кейін, екі күннен кейін келіп. Ол кезде әкем марқұм шопыр болды. Шопыр қарапайым жұмыскер болды. Сол кезде 40 жасында 47 жасында 2 орденнің егері болды. Жаңағы орден трудовой славы дейді. Сосын ол көк, сосын орден почета деген ол кісі болды. Енді еңбектің адамы. Еңбектің адамы, сол еңбектің арқасында былайғанда сол кісінің маған орысша айтқанда пример, жеке әкеңіз үлгі болды ғой. Иә. Дұрыс, бәрімізге емес әкеміз ғой былай айтқан кезде. Енді Павлодар өңірінде көп қой тұлғалар шықты. Павлодар ғана емес танымыз, Қазақстанға танымал азаматтар. Әлемге тіпті керек болса танымал азаматтар болды. Солардың бір екеуін айтып бере аласыз ба? Қай тұлғалар сізге? Қаныш Сәтбаев атамыз енді осы жаңағы ғалым ғой енді. Ғалым былайғанда мемлекет кеңес заманында сол былайғанда мемлекет сондай осы қазбалар Қазақстанның жерінде қандай соны зерттеген былайғанда ғалым. Еңбегі өлшеп үлкен ғой. Иә, өте үлкен былайғанда. Сосын былайғанда өте маған ондай тұлғалар бізде көп. Оны қазір бөле қиын. Өйткені былайғанда үлкен мемлекеттік өте дүниежүзілік былайғанда үлес қосқан азамат тұлғалар көп. Сондықтан былайғанда бөліп жара алмаймын мен. Былайғанда біз сол жас буын енді
сол кісілерге бізде енді тырысуымыз керек. Яғни адал азамат концепциясына, портретіне сәйкес келетін тұлғалар Павлодарда көп дейсіз. Өте көп. Көп, иә. Мен оны сұрап отқан не үшін? Қазіргі таңда өскелең ұрпақ, ол біздің кездегі ұрпақ емес. Мүлдем бөлек санасы келген кезде. Енді қазіргі таңда оларды мынау әлеуметтік желі тәрбиелеп жатыр, иә. Ол шындық былай айтқан кезде. Сондықтан бізде қазір мынау адал азаматты қалыптастыруда біз балаларды да қалыптастыруымыз керек қой. Сол себептен сол үшін сұрап отырмын. Тұлға арқылы тәрбиелеу бізге өте керек нәрсе. Енді соңғы түйінді сұрақ. Сіз де бізді ұрпақ тәрбиелеп отырмыз. Адал азаматты қалыптастыруда жастарды қалыптастыруымыз керек. Санасын патриоттық санамен қалыптастыруымыз керек. Соңғы түйініңіз. Қазіргі жастар қандай болу керек, және жастарға бір үндеу айтсаңыз. Қазіргі жастар өте білімді, өте сондай ақылды. Былайғанда осы бір-екі апта өтті. Біздің Екібастұз қаласында білім басқармасы енді ұйымдастыруымен жаңағы өңіріміздегі осы Екібастұз қаласының 2 геройы қатысуымен біздің қалалық ардагерлер кеңесінің басшысы қатысуымен, сосын жаңағы ауған соғысына қатысқан бір тұлға қатысты. Сосын солармен бірге мен бірге сондай сәт болды, сондай қатысуға мектепке барып жаңағы биыл бітіріп атқан жас түлектермен кездесу болды. Сол кездесу адал азамат, адал еңбек деген сондай жаңағы тақырыпта өте сондай мағыналы жаңағы патриотизм сезімін жаңағы жастарға көрдіңіз ғой жастардан. Иә, жастар енді былайғанда өте білімді, сондай осы заманға сай енді осы жастар енді ол енді қазір осы айда ма енді оқуларын бітіреді жаңағы мектептерін. Сол жаңа жастарға тілейтінім болашақта өздері армандаған оқу орындарына түсіп білім алып, сосын осы өңірлеріңе, осы мемлекетке келіп, осы алған мектептер жаңа білімдерін осы мемлекетіміздің дамуына қосады деп мен сондай сенемін де, оған мен күмәнім жоқ. Біздің осы мемлекетте көп шетелдік престижный жаңа вуздардың филиалдары ашылып жатыр мемлекет басшысының тапсырмасымен. Былайғанда қазір жаңағы елде оқып мүмкіндік бар. Осы Астанада болсын, Алматыда болсын тұрып жаңағы вуздардың түлектері болуға мүмкіндіктер, шетелдік оқу алу, білім алушыға мүмкіндік сондай бар. Сондықтан енді жастарға сондай керемет қазір осы бабамыз айтқандай алтын ғасыр заманы, осы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы бастаған реформаларды іске асуына барлығымыз осы қазақстандықтар атсалысуымыз керек. Сол реформалар іске асса, осы алтын ғасырдың осы қазіргі істеліп атқан көп жобалар іске асып, осы өзіңіз білесіз, биыл жаңа ата заңымыз осы 1 шілдеден бастап күшіне енеді. Сондықтан біз осы жаңаша өмір сүреміз. Жаңа ата заң енді сондықтан жаңағы өзіңіз айтқандай заң мен тәртіп, мемлекет басшысы сол ұғымды өзі кеше ғана Екібастұзда өңір басшысы Асаин Қуандықұлы келіп, біздің жаңағы заң мен тәртіп полиция департаментімен, ол жерде прокуратура, бүкіл құқық сақтау органдарымен былайғанда қатысуымен жаңағы жастармен сондай өте керемет Екібастұз
әкімдігінің енді болғанда ұйымдастыруымен іс-шара өтті, керемет іс-шара өтті. Сондықтан осындай игі шаралар өте жүргізілу керек. Ол бағанда жүргізіліп те жатыр. Енді соңғы түйіндесек, жастарға жаңағы білімді өте маңызды айттыңыз. Білімсіз онда бізде осындай білімді ұрпақ қалыптастыруымыз керек. Серік мырза, сізге көп рахмет. Патриотты павлодарлықтарға бір соңғы түйін сөзіңіз айтсаңыз. Жалпы қазіргі таңда сіз павлодарлықтарға қандай тілек айтқыңыз келеді? Енді павлодарлықтарға айтатын осы біздің осы қоғамда патриотизмді әр адамның патриотизмдік сезімі жоғары болуын тілеймін. Осы мемлекетіміздің тілін, ана тілімізді құрметтеп, болғанда енді ата салт дәстүрімізді ұмытпай, осы өңіріміз үлкен дамыған мемлекетіміз, дамыған мемлекеттердің арасына болуына өңіріміз үлкен үлес қосып жатыр. Сондықтан енді осы өңірде тұратын азамат жерлестеріме денсаулық, ең бастысы осы адал еңбекпен адал табыс тауып, адал өмір сүрейік. Осы мемлекетіміздің дамығанына атсалысайық бәріміз. Рахмет, Серік мырза. Адал еңбек етейік деп жақсы түйіндедіңіз. Келгеніңізге көп рахмет. Сізге де еңбегіңізге сәттілік тілегім келеді. Сізде азаматтар көп болсын деп ойлаймын. Рахмет.